Бұрынғы батырлардың анасы аюдың өтіне, арыстанның жүрегіне жерік болған деседі. Ал қазіргі аналардың көбісінің жерік асы бор мен кесек. Бор дегеніміз зоогенді факторлардың қатысуымен пайда болған табиғи актас және шөгінді жыныстар. Химиялық құрамы магний карбонаты, кальций карбонаты, металл оксидтері, кальцит бөлшектері, кварц, теңіз тіршілік иелерінің қаңқалары. Неліктен адам бор кесек жегісі келеді деген сұраққа витамин тапшылығынан деп жауап береді мамандар. Топырақтың құрамында минералды кешендердің қосылыстары және микроэлементтерге өте бай екені анықталған. Оны ас ретінде қолданатын елдер әлі де бар. Қытай, Үндістан, Египет тұрғындары бор кесекті аурудан айықтыратын дәрі ретінде жейді. Жапония тауларында тенгу наны деп аталатын бор кесек тау жыныстары бар. Медицина атасы Ибн Сина кесектің құрама жайлы еңбектерінде жазған. Дәстүрлі медицинада кесекпен емдеу тәсілін 1884 жылы доктор Пасацкийді ұсынған. Киев эксперименталды патология, онкология және радиобиология институтының ғалымдары кесек жеу арқылы ағзадағы стронций, цезийден арылуға болатынын анықтаған. Кесектің құрамында адамға қажетті кремний, алюминий, калий, натрий элементтері бар екені Крюгенкінің литотерапия атты кітабында жазылған. Ресейде кәдімгі кесекті арнайы зерттеуден өткізетін орталықтар бар. К-ил деп аталатын кесекті Ресей Федерациясы денсаулық сақтау министрлігіне рұқсат берген. Тіпті кесек жегізу арқылы адамның ағзасын тазалайтын емдеу орталықтары бар. Бұл елде бор кесек сататын сауда орталықтары, дүкендер арнайы санитарлық эпидемиологиялық басқармалардың қатаң сүзгісінен өтіп тұрады. Ал біздің елде кесек құрамын анықтайтын бірде-бір зертхана жоқ екен. Оның себебі кесек бор құрылыс материалына жататындықтан оған санитарлық қадағалау қызметі жауапты емес. Жүкті әйелдің ағзасы витамин тапшылығынан бор кесек жегісі келетіні белгілі. Алайда кез келген дүкеннен немесе кеңсе тауарлар сататын жерден бор сатып алудан сақ болыңыз. Кез келген поливитаминді қосылыстар қабылдамас бұрын өз дәрігеріңізбен кеңесуді ұмытпаңыз. Дені сау сәбиді өмірге әкелгіңіз келсе, ағзаңызды пайдалы витаминдермен толықтырыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Құрметпен, Ақбота Бойтан.